Қайырлы күн 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Франция мен Испаниядағы халықтық майдан қаншалықты табысты болды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге аталған мемлекеттер азаматтарының демократия мен фашизм арасындағы күрес кезінде дағдарыстан шығудың жолдарын қалай іздегенін бірге талдайтын боламыз. 1930 жылдары Еуропаның көптеген елдеріне фашизм қаупі төнді. Франция мен Испанияда солшыл күштер бірігіп, жаппай фашизмге қарсы қозғалыстар, яғни халық майдандарын құрды. Испанияда фашизм мен демократия күштерінің арасындағы күрес алапат азамат соғысына ұласты. 1937 жылы 26 сәуірде испан фашистерінің неміс одақтастары солтүстік Испанияда орналасқан Герника қаласын бомбылап, күл-талқан етті. 6000 бейбіт тұрғынның ішінен 1600 адам қаза тапты. Тарихта әскери авиация алғаш рет бейбіт халыққа қарсы қолданылды. Испан суретшісі Пабло Пикассо Герника атты сурет салып, соғыстың жойқын күшін бүкіл әлемге паш етті. Бірінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс Франция экономикасының дамуына қолайлы жағдай туғызды. Жеңімпаз мемлекет ретінде Франция Эльзас пен Лотарингия сияқты пайдалы қазбаларға бай өңірлерді иемденді. Азия мен Африкадағы отарлық иеліктері айтарлықтай ұлғайды. Германияның репарациялық төлемдерінің көп бөлігі Францияға тиесілі болды. Алайда бұл өрлеу 1929 жылы басталған дүниежүзілік экономикалық дағдарыспен тоқтатылды. Францияда дағдарыс 1930 жылдың соңына қарай басталды және ауыр сипат алды. Өнеркәсіп өндірісі 2 есеге жуық қысқарып, жұмыссыздар саны күрт өсті. Ең қатты зардап шеккендер фермерлер мен жеңіл және тамақ өнеркәсібі саласының жұмысшылары болатын. Үкімет ұлттық валюта франкты тұрақтандыру мақсатында жаңа салықтар енгізіп, жалақыны қысқартты. Бұл халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуіне және дағдарыстың ұзаққа созылуына әкеліп соқтырды. Дағдарысты еңсере алмаған үкімет солшыл және оңшыл күштердің сынына ұшырады. Мемлекеттің экономикаға тікелей араласу қажеттілігі сезілді. Сонымен қатар Италия мен Германия үлгісімен демократияны шектеу және күшті билік орнату идеялары да белең алды. Францияда отты крестер, француз әрекеті, отаншыл жастар сияқты фашистік ұйымдар құрылды. Бұл ұйымдардың мүшелері негізінен Бірінші дүниежүзілік соғыстың ұлттық көзқарастағы ардагерлері болатын. 1934 жылы 6 ақпанда Парижде фашистер мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырмақ болды. Олар парламент ғимаратын басып алуға тырысты. Бұл бүлік басып тасталды. Бірақ ол француз қоғамына фашизм қаупінің қаншалықты қауіпті екенін көрсетті. Осыдан кейін ірі солшыл партиялар өзара келіспеушілікті доғарып, біріккен майдан құруға кірісті. 1934 жылдың жазында Францияда социалистік, коммунистік және радикал партияларынан тұратын антифашистік халықтық майдан құрылды. Нан, бостандық және бейбітшілік үшін күрес майданы ұранын көтерген бағдарлама кәсіподақтар мен басқа да қоғамдық саяси қозғалыстар тарапынан қолдау тапты. 1936 жылы сайлауда халықтық майдан ірі жеңіске жетті. Үкімет басына социалистік партия өкілі Леон Блюм келді. Парламенттің 2/3-ін халықтық майдан депутаттары құрап, дағдарыстан шығуға бағытталған бірқатар заңдар дүниеге келді. Барлық фашистік ұйымдар таратылды. Бір жыл ішінде халықтың сатып алу қабілетін арттыру арқылы экономиканы сауықтыруға бағытталған бағдарламалар әзірленді. Бірқатар ұшақ зауыттары мен барлық темір жол желілері мемлекеттің меншігіне алынды. Францияда сол кезде әлемдегі ең озық еңбек заңнамасы қабылданды. 5 күндік жұмыс аптасы мен 2 апталық ақылы демалыс енгізілді. Кәсіподақтар мен жұмыс берушілер арасындағы келісімдер әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етті. Жұмыссыздарға арналған қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру үшін 20 миллиард франк бөлінді. Ірі кәсіпкерлерге салық мөлшерлемесі өсірілді, ал шағын бизнесте керісінше төмендетілді. Мемлекет
шаруалар өнімдеріне тұрақты сатып алу бағасын белгіледі. Банктерден алынған несиелерді өтеуге жеңілдіктер ұсынылды. Алғаш рет 600 мың француз жұмысшысы теңіз жағалауына демалысқа бара алды. Халық майданы бағдарламасының жүзеге асуы көп қаражатты талап етті. Жоғары салықтар капиталдың шетелге аударылуына себеп болды. Бұл өз кезегінде елдің экономикалық жағдайын нашарлатты. Социалистер реформаларды тоқтатуды жақтаса, коммунистер керісінше қарсы шықты. Осы келіспеушіліктердің нәтижесінде 1938 жылы халықтық майдан ыдырады. Соған қарамастан, миллиондаған француздардың өмір сүру деңгейін көтерген халықтық майданның жетістіктері сақталып қалды. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты ой елегінен өткізіп, экранда берілген кестені толтырайық. бір 1920 жылдары Испания Еуропадағы артта қалған елдердің бірі болатын. Елде феодалдық жер иелену және абсолюттік монархия сақталды. Халықтың басым бөлігін ірі жер иелерінен жерді жалға алған шаруалар құрады. Католик шіркеуі мен армия елде үлкен ықпалға ие болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Испания солтүстік Африканы жаулап алу үшін әскер жіберген еді. Алайда испан әскері жергілікті бербер тайпаларынан жеңіліс тапты. 1923 жылы Мароккодағы жеңілістен кейін Испанияда генерал Примо де Ривераның әскери диктатурасы орнады. Ол елдегі толқуларды басып, Мароккодағы жағдайды тұрақтандырды. Оның диктатурасы 1930 жылға дейін жалғасты. Экономикалық дағдарыс елдегі саяси жағдайды ушықтырды. Биліктің әлсіздігіне қарсы жаппай наразылық шаралары мен ереуілдер өтті. Шаруалар көтерілістерге шықты. 1931 жылғы парламенттік сайлауда либералдар мен социалистер коалициясы жеңіске жетті. Монархия құлатылып, Испания республика болып жарияланды. Демократиялық бостандықтар енгізіліп, шіркеу мемлекеттен бөлінді. Үкімет ішінара помещиктік жерлерді тәркілеуді бастады. Осы реформалардың нәтижесінде бұрынғы қоғамның тірегі болған монархия, шіркеу, аристократия мен армияның билігі шайқалды. Алайда елде тұрақсыздық сақталды. Астория мен Каталония тәуелсіздікті талап етті. Әлеуметтік реформалар бюджет тапшылығына әкеліп, халықтың үкіметке наразылығы өсті. Солшыл идеялардың өршуі ұлтшыл оңшыл күштердің белсенділігін арттырды. Оңшылдар Испан фалангасы атты партияны құрып, ұлттық революция, ел бірлігін қалпына келтіру, тәртіп орнату идеяларын ұсынды. 1933 жылдан бастап билікке консервативтік партиялар келіп, реформаларды тоқтатты. Наразылық акциялары әскер мен полиция тарапынан күшпен басылды. Оңшыл күштердің күшеюі солшылдардың бірігуіне алып келді. Коммунистер, социалистер, анархистер, республикашылдар мен кәсіподақтар бірігіп, халықтық майданды құрды. Бірлескен бағдарламада демократиялық бостандықтар, әлеуметтік реформалар, салықты азайту, жалақыны көтеру, аграрлық реформалар туралы мәселелер көтерілді. 1936 жылдың ақпан айындағы сайлауда Испанияда халықтық майдан жеңіске жетіп, реформалар жалғасты. Үкімет құрамына социалистік жұмысшы партиясы мен коммунистік партия өкілдері енді. Үкімет төрағасы Мануэль Асанья шіркеу билігіне қарсы шықты. Сайлауда жеңілген оңшыл партиялар көмек сұрап Гитлер мен Муссолиниге жүгінді. Германия мен Италиядан Испанияның отары Мароккоға қару-жарақтар тасымалдана бастады. 1936 жылы 17 шілдеде генерал Франко бастаған әскери бүлік басталды. Көптеген әскерилер Франконы қолдады. Азаматтық соғыс басталып, ол 3 жылға созылды. Аграрлық артта қалған солтүстік пен оңтүстік батыс аймақтар бүлікшілерді қолдады. Республикалық үкімет солтүстік шығыс пен Барселона, Бильбао, Мадрид, Валенсия қалаларындағы билікті ұстап тұрды. Республикашылдар банктерге мемлекеттік бақылау орнатып, темір жолдарды ұлт меншігіне алды. Франконы қолдаушылардың мүліктерін тәркіледі. Республикашылдар мен франкошылдар арасындағы қарсыластық Испаниядағы ішкі соғыстың шеңберінен тез шығып кетті.
Германия мен Италия бүлікшілерге көмекке тұрақты әскерлерін, танктерін, кемелері мен ұшақтарын жіберді. Халықтық майдан үкіметі ұсынған республикашылардың қарулы күштері батыс елдерінен қолдау тапады. Франция мен Ұлыбритания Испанияның ішкі ісіне араласпау саясатын жариялады. 1936 жылдың қыркүйегінде Лондонда Испания істеріне араласпау саясатын сақтау жөніндегі халықаралық комитет құрылды. Соғысушы екі тарапқа да қару жеткізуге тыйым салу, яғни эмбарго туралы шешім қабылданды. Алайда Италия мен Германия франкашылдарға көмектесуді жалғастыра берді. Осындай жағдайда Кеңестер одағы Мадрид үкіметіне қару-жарақпен көмектесуге шешім қабылдады. 1936 жылдың қазанында Кеңестер одағынан Испанияға қару-жарақ пен оқ-дәрі тиелген көліктер келе бастады. Сондай-ақ кеңестік еріктілер мен әскери мамандар жіберілді. Испаниядағы азамат соғысы фашизм мен республика идеологияларының жақтаушылар арасындағы шайқас алаңына айналды. Көптеген елдердің азаматтары Испанияда фашистердің билікке келуіне жол бермеу үшін ерікті түрде соғысқа аттанды. 54 елден келген 50 мыңға жуық ерікті жауынгерлер республика үкіметі жағында халықаралық бригадалар құрамында соғысты. Олардың арасында Хемингуэй, Оруэлл, Сент-Экзюпери, Залка, Уинстон Черчилльдің жиені Брамили, кеңестік журналистер Кольцов пен Эренбург сияқты танымал тұлғалар болды. Халықаралық бригадалар жауынгерлері ұлты, партиялық және діни көзқарасы жағынан әртүрлі болғанымен, оларды фашизм идеясына деген жек көрушілік сезімі біріктірді. Кеңестер одағы тарапынан республикашылдарға көрсетілген әскери және саяси қолдау испан коммунистерінің ықпалын күшейтті. Бұл батыс елдерінің халықтық майдан үкіметіне деген сенімсіздігін арттырды. Халықтық майданның өз ішінде коммунистер мен басқа партиялар арасында бірлік болмады. 1936 жылдың күзіне қарай франкашылдардың Мадридке алғашқы шабуылы республикашыл армия тарапынан тойтарылды. 1937 жылы франкашылдар ауқымды шабуылға көшті. Республикашыл күштер қарсылық көрсете берді, бірақ олардың ішінде жік туындады. Ұлыбритания мен Франция Испанияның ішкі ісіне араласпау саясатын жалғастырып, кейіннен генерал Франконың режимін мойындады. 1938 жылы Ұлттар лигасының қысымымен халықаралық бригадалар Испаниядан кете бастады. Соғыс кезінде екі жақтан 450 мың адам қаза тапты. 600 мың испандық елден иммиграцияға кетті. 1939 жылы франкашылдар Мадридті басып алған соң республикалық үкімет құлады. Испанияда бірнеше 10 жылдыққа созылған Франконың фашистік диктатурасы орнады. Ол өмір бойы елдің көсемі, яғни каудильо деп жарияланды. Барлық оппозициялық күштерге тыйым салынды. Католик шіркеуінің билігі қалпына келтірілді. Испания Ұлттар лигасы құрамынан шықты. Франко нацистік идеяларды жақтағанымен, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Испания бейтарап ел болып қалды. Тек Франко қайтыс болғаннан кейін 1975 жылы елде монархия мен демократиялық құқықтар және бостандықтар қайтадан қалпына келтірілді. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты ой елегінен өткізіп, экранда берілген кестені толтыруды одан әрі жалғастырайық. Үйге тапсырма: Франция мен Испаниядағы халықтық майдандардың құрылуының тарихи маңыздылығын Грей формуласы бойынша талдаңыздар.